Саламатсыздар ма студенттер? Сіздермен бүгінгі өткізетін тақырыбымыз жұқа қабатты хроматография талдау әдістері. Өткен сабақта бұл тақырыпты сіздермен қарастырған болатынбыз. Оқу орындарында өткізілетін, яғни жаңа білім беру технологиясы TPL командалық, яғни топтық оқыту әдісі болып табылады. Сол әдіс бойынша сіздерді топқа бөлу арқылы өткен сабақтарда сабағымызды қарастырған болатынбыз. Бүгін және де сол топтық жұмыс арқылы сіздермен алдымен топқа бөлініп, одан кейін сабағымызды жалғастырсақ. Олай болса, топқа бөлінбес бұрын алдымен қайсы топқа баратыныңызды біліп алайық. Сол үшін тақтада көрсетілген стикерлер арқылы өздеріңіздің қай топқа баратындығыңызды қарасаңыздар. Сіздерге өткен тақырып бойынша, яғни жұқа қабатты хроматография әдісі бойынша тест тапсырмаларын дайындап келдім. Сол тест тапсырмаларын қазір орындасаңыздар, мен сіздерге қазір таратып беремін. Яғни әрқайсыңызда әртүрлі нұсқада. Тест тапсырмасының бірінші нұсқасын белгілеп шықсаңыздар, бірінші сұрақта, яғни А жауабы, екінші сұрақта бізде Б жауабы, үшінші сұрақта Д жауабы, төртінші сұрақта Е жауабы. Енді екінші нұсқа бойынша, екінші нұсқада А жауабы, екінші нұсқаның бірінші сұрағында, екінші сұрағында С жауабы, үшінші сұрағында Д жауабы. Сіздермен өткен сабақта жұқа қабатты хроматография әдісін өткен болатынбыз. Сол тақырыбымыз бойынша үй жұмысын еске алатын болсақ, мен сіздерге қазір бірнеше сұрақтар қоямын, сол бойынша сіздер жауап берсеңіздер. Қоспа дегеніміз не? Кім жауап береді? Қоспа дегеніміз ол екі және одан да көп бірнеше және немесе күрделі заттардың құралатын жүйе болып табылады. Мысалы, дәрілік заттарда әсер етуші затпен қосымша жүрді. Және де осы қоспаның тазалығын тексеру өте жіберілетін және жіберілмейтін қоспа дегеніміз не? Кім жауап береді? Қоспалар нормаларына байланысты жіберілмейтін және де жіберілетін деп бөлінеді. Жіберілмейтін қоспалар олар теріс реакция бойынша анықталады, яғни реакция жүрмейді. Бұл әдетте қоспалардың шекті мөлшері реакция сезімдалдығынан төмен болып саналады. Жұқа қабатты хроматография дегеніміз не? Енді осы бойынша жалпы танысық. Кім жауап береді? Мен айтайын, жалпы жұқа қабатты хроматографияда бізде осы ең алғаш 1938 жылы Шрайбер деген ғалым негізін қалаған болатын. Жалпы ол бізге не үшін қажет десек, осы фармацевтикалық талдаудан, фармацевтикалық әдістерде дәрі-дәрмектердің, препараттардың идентификациялауында өзінің дәлдігінде қолданылады. Жалпы жұқа қабатты хроматография бізде қозғалатын және қозғалмайтын фазадан тұрады, яғни элемент және сорбенттен. Айжан өте дұрыс жауап бердіңіз. Жарайды. Онда сорбент және элемент дегеніміз не? Жұқа қабатты хроматографияда қолданылатын сорбент және элемент. Кім жауап береді? Сорбент дегеніміз ол сұйықтықтардың немесе газды сіңіруге немесе соғуға арналған зат болып табылады. Көбінесе сорбент ретінде бізде алюминий оксиді, силикагель, сахароза, кальций карбонаты және сахароза қолданылады. Ал элемент дегеніміз ол бізде қозғалмалы фаза арқылы өтетін ерітінді болып табылады. Жұқа қабатты хроматографиядағы ұсталу уақытысы, яғни РФ дегеніміз не? Бізде жұқа қабатты хроматографияда РФ және РС деген анықтаулар бар. РФ дегеніміз ол жаңағы старт сызығында тамызылған нүктеден еріткіштегі жүріп өткен қашықтыққа жаңағы қатынасы ретінде анықтайды. Және бізде РФ пен бірге жаңағы заттардың идентификацияласын анықтау үшін, яғни оларды эффективтілігін жоғарылату үшін бізде РС деген анықтау жүреді. РС деген сол жаңағы қабатты хроматография қолдану аясы қай жерде қолданылады? Көбінесе біз нефть химияда және химия өндірістерде, клиникалық зерттеулерде және де дәрілік заттардың өндірісінде қолданамыз. Жақсы, рахмет. Сіздермен жұқа қабатты хроматография талдау әдістерін өткен сабақта қарастырған болатынбыз. Және де жұқа қабатты хроматография талдау әдісі бұл бөлу әдісі болып табылады. Яғни зертханалық жұмысыңызда сіздермен қарастыратын қандай объекттеріңіз бар, және де соның химиялық құрамын, химиялық қоспалары бойынша танысатын боламыз. Бүгінгі алынатын дәрілік өсімдік шикізатымыз, яғни фабриканың өзі берілген дәрілік өсімдік шикізаты бұл итмұрын. Итмұрын өсімдік шикізаты бұл бұның құрамындағы аскорбин қышқылы. Жаңағы айтып өткен итмұрын жемісін қазір сіздермен зертханалық жұмыста итмұрын жемісі құрамындағы аскорбин қышқылын анықтайтын боламыз. Жаңағы
бірінші топпен. Екінші топқа берілетін бізде қос үйлі қалақай, яғни орысша айтқанда крапива. Қос үйлі қалақай өсімдігі химияда нафтохинон туындыларына жатады. Соның ішінде дәрумен К1, яғни филохинон деп аталады. Бұл жаңағы дәрілік өсімдік шикізаты қалақайдың құрамында, яғни дәрумен К1, филохинон өте көп кездеседі екен. Және де одан да басқа С, П витаминдері, және К витаминдері кездеседі. Бірақ көбіне кездесетін бізде бұл филохинон, яғни біз бүгін сіздермен зертханалық жұмысымызда, яғни қалақайдың құрамындағы бір витаминін анықтайтын боламыз. Олай болса, мен сіздерге қазір итмұрын дәрілік өсімдік шикізатын жұқа қабатты хроматография талдау әдісі арқылы құрамындағы аскорбен қышқылын анықтайтын боламыз. Сол үшін мен сіздерге әдістемелік құрал дайындап әкелдім. Сол әдістемелік құрал бойынша сіздер практикалық, яғни зертханалық жұмысты жасайтын боласыздар. Және де қалақай, қос үйлі қалақай дәрілік өсімдік шикізаты бойынша да мен әдістемелік құрал дайындадым. Яғни итмұрын дәрілік өсімдік шикізатының жемісі қолданылады бұл жерде, қалақай, қос үйлі қалақай дәрілік өсімдік шикізатының жапырағы қолданылады. Және де студенттер сіздерге берген әдістеме бойынша қарап, түсініп оқып алсаңыздар болады, содан соң жұмыстарыңызды жалғастырасыздар. Олай болса, сіздермен бүгінгі жұмысымызды бастамас бұрын, ең бірінші итмұрын дәрілік өсімдік шикізаты. Осы дәрілік өсімдік шикізаттың құрамы, яғни алынған бұл экстракт. Бұл экстракт алдымен бізге жетпес бұрын фармакогнозия пәні лабораториясында жасалынған болатын бұл экстракт. Сол экстрактыны алып, біз құрамындағы қандай қоспалар бар екендігін қазір жұқа қабатты хроматографиялық талдау әдісі арқылы қарайтын боламыз. Және де қалақай дәрілік өсімдік шикізатын қараймыз. Олай болса, студенттер, мына экстрактты жаңа мен сіздерге экстрактты итмұрынды алып, сіздер жұмыстарыңызды жалғастыра берсеңіздер болады. Алдымен біз бутанол, уксусының кислоты және суды алып, оларды 4, 1 және 2 қатынасында араластырып, біздің камерамызға саламыз. Енді уксус қышқылынан бізде 1 миллилитрдей бөлінеді. Енді судан бізде 2 миллилитрдей. Енді бұл миллилитрді алып, біз камерамызға құямыз. Камераға құйғаннан кейін оны қанықтырып қойып қоямыз. Біздің жұмысымыз аяқталды. Камерадан пластинканы салдық. Қарақайдың стандарт үлгісі ретінде оның экстракциясының ең аз мөлшерін алған болатынбыз. Әдістемеге күрескенде ОФ камерада 254 толқын ұзындығына қарағанда дақтар көрінді. Осы көрінген дақ бізде филохинон, яғни дәрумен К1 болып табылады. Біздің жұмысымыз бойынша біз жаңағы саналатын ерітінді ретінде итмұрын экстракциясын алдық. Ал салыстыру ерітіндісі ретінде осы аскорбен қышқылын ерітіп, соның ерітіндісін тамыздық. Осы әдістеме бойынша нәтиже барысында бізде екеуінен де ультракүлгін сәуледен қарағанда екі күлгін түсті дақ шығу керек. Сол дақ ультракүлгін сәуледен қарағанда 254 толқын ұзын. Студенттер, енді біз сабағымызды қорытындыламас бұрын сіздерге жаңа бүгін өткен жұқа қабатты хроматографияда аскорбен қышқылы мен К дәрумені туралы қандай ақпарат ала алдыңыздар, және де сол ақпараттан не түсіндіңіздер, соған байланысты тест тапсырмасын орындасаңыздар, мен сіздерге қазір тест тапсырмаларын таратып беретін боламын. Барлықтарыңызға бір ғана нұсқадан жаңа сұрақтар бойынша қарап белгілеп шықсаңыздар, әрқайсыңызға 10 минуттан беріледі. Яғни барлықтарыңызға 10 минут ішінде сұраққа жауап беруіңіздер. Енді сіздердің сұрақтарыңыз, жауаптарыңызды тексеріп шықтым.
Арубек, сізде 25-тен 25 сұрақ, жауабыңыз дұрыс. Айжан, сізде 25-тен 24 дұрыс. Айнұр, сізде 25-тен 24 дұрыс. Мадинада 25-тен 23 дұрыс. Бүгінгі жұмысымызды сіздермен қорытындылайық. Бүгінгі жұмысымызды өте жақсы жүргіздік деген ойдамын. Зертханалық жұмысымыз өте әдемі, дұрыс шықты. Осымен бүгінгі сабағымыз сіздермен аяқталды. Рахмет, сау болыңыздар.